Армысыздар, құрметті пайдаланушылар. Абай Құнанбайұлы қазақ халқының біртуар кемеңгер ақыны, асыл сөздің зергері. Ол 1845 жылы 10 тамызында дүниеге келген. Ақынның туған жері Семей өңірі, Шыңғыстау баурайы. Азан шақырып қойған аты Ибрахим. Ибрахим аталуына елдің айтуынша әкесі Құнанбайдың түс көруі себеп болған. Түсінде тобықты руынан шыққан кемеңгер 18 мың ғалам оқуын меңгерген ғұлама Әнет бабаны көрген. Ол Құнанбайға аян беріп, Ибрахим пайғамбардың атын атапты. Содан Құнанбай баласының атын Ибрахим қойған екен. Әжесі Зере сүйікті немересін Абай, яғни сүйкімді деп еркелеткен. Осыдан кейін ел арасында шын аты аталмай Абай атанып кетеді. Немере бауыры Кәкітай Ысқақұлының сөзіне қарағанда, Абай 10 жасынан 12 жасына дейінгі аралықта 2 жыл өз ауылында мұсылман шахат таныған. Ал 12 жасында Семей қаласындағы Ахмет Риза Хазіретінің медресесіне түседі. Бұл медреседе Абай 3 жыл оқиды. Медреседе оқып жүріп, 3 айдай орыс мектебінен де дәріс алады. Білім, ғылым есігін енді ғана ашқан Абайды әкесі Семейдегі оқуын жалғастыртпай елге қайтарып алады. Құнанбайдың Абайды мерзімінен бұрын еліне қайтарып алудағы мақсаты баласын ел билеу ісіне араластырып, сол жолға баулуы, ел ішіндегі талас тартысты басуға үйрету. Аға сұлтан болыс болған қатал да әккі Құнанбай оқыған ұлының бойынан өзіне мықты серік, жәрдемшіні таниды. Өзінің төл мұрагері, ізбасары еткісі келеді. Осылайша Абай үлкен өмірге араласады. 1878 жылдан бастап Абай болыстық қызметін тоқтатады. Алайда өзі қаншаған атпағанымен халық арасындағы дау-жанжалды тыю жұмысынан бас тарта алмайды. Тумысынан адал, жаны таза жанға әділдік сұрап келушілер көп болған. Ол тобықты елінде бұрын-сынды болмаған оқиға еді. Дұрысын айтуға келгенде ол туғанына бұрмаған, көкейіндегісін жасырмаған. Мұны әкесі Құнанбай да құптап, қолдап отырған. Абай 170 астам өлең жазды. 56 аударма мен философиялық трактаттар стилінде жазылған 45 қара сөздің авторы. Ол қазақ өлеңдеріне жаңа өлшемдер, рифмалар мен поэтикалық формаларды енгізді. Сонымен қатар талантты және ерекше композитор болған. Ол қазіргі кезде танымал болып табылатын 20 шақты әуенді жарыққа шығарды. Абай бірнеше өлеңдерін музыкаға аударды. Ал оның көзімнің қарасы өлеңі халыққа кеңінен танымал болды. Бүгінде осы тарихи мезетке ел жұртының өмірлік өнегесімен, шығармашылығымен қайраттандырылған, алай буын жастарды рухани байлығымен асырған Абай туындыларының туы жығылған жоқ. Халқының мұң-зарын жоқтап, шындық іздеп, мұнымен жалғыз алысқан Абай Құнанбайұлының өмірі ұрпағына үлгі болып қала бермек. Өлең сөздің патшасы дейтін Абай шынымен ақ, өлең сөздің патшасы алтын емес адамзаттың баласы.